Сәлеметсіздер ме YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздерге Отбасы банктың бағдарламалары туралы айтқымыз келеді. Кім баспаналы болғысы келіп, өзінің жеке жинағын ашып, үй алып немесе ремонт жасап, күрделі ремонт жасағысы келетін болса, ол үшін счет ашу керек. Және де күшті жақсы жаңалықтар бар. Отбасы банкте бағдарламалар болып жатыр. Сол туралы Хазира ханыммен және Фатима ханыммен бүгін сұхбат өткізгелі отырмыз. Сөз кезегі Хазира ханым, сізде қазіргі бағдарлама туралы айтсаңыз болып жатқан. Саламатсыздар ма? Қазір бізде Наурыз программасы жүріп жатыр. Наурыз бағдарламасы. Бұған 18 жастан 63 жасқа дейін қатысуға болады. Қатысу үшін бірінші талап, соңғы 5 жылда атақтай үй болмау керек. Депозиттің ашылған мерзіміне қарамайды. Қазір ашып, қазір ақша салсаңыз да бұл бағдарламаға қатысуға болады. Депозитіңізде 1 миллион ақша болса, заявка беріп қатысуыңызға болады. Заявка 30 июньге дейін беруге болады. Содан кейін бұл Наурыз программасы бойынша 9% бенен алатын үйдің алғашқы жарнасы 20%-ға толтыру керек болады. Кредит 19 жылға. Депозитіңіз жоқ болса, депозит ашасыз, 1 миллион ақшаны саласыз да заявка бересіз. Сол заявка бергеннен кейін 30 июньге дейін заявканы беруге болады. Ар жағында балл есептейді. Сол балл есептеуден өтсеңіз, соңғы 6 айыңыздың жалақысын тексеруге банкке барасыздар. Сол жалақы тексеруден өтсеңіздер, ар жағында онда алайын деп тұрған үйіңіз, бұл Наурыз программы бойынша 30 миллионға дейін үй алуға болады. Егер сол 30 миллионға үй тауып тұрсаңыз, 6 миллионға толтырып ақша салу керек боласыз. Егер областной центрлерден, үлкен қалалардан стройкілер бар, жүріп отырған стройкісі, қаладан үй алатын болсаңыз, онда первичка, бұл дегеніміз новыйдан салынып отырған үйден алу керексіз. Ал біз өзіміз Құлсары қаласынанбыз. Құлсары қаласы, бұнда бізде жүріп отырған стройка жоқ, онда бізден вторичка қолдан алуға болады. Алатын үйіңіз қанша тұрады, соның 20%-ына толтырып жібересіз де, 9% бенен 19 жылға кредит алып, үйіңізді алып қалуға бұл мүмкіндік. Атағында соңғы 5 жылда үйі жоқ адамдарға, 50% жине алмайым деген адамдарға 20% бенен, алатын үйдің 20%-ын жинап, 9% бенен үй алып қалуға бір мүмкіндік болып тұр. Осы мүмкіндікті пайдаланып 30 июньге дейін депозиттеріңізді ашып, ақшаларыңызды салып, осы программаға қатысуларыңызға болады. Енді менде тағы сұрақ бар. Манағы бізде пәтердің жылы маңыздығы осы жерде өтетін. Соны айтыңызшы, бізде енді құрылыс нысандары жоқ, салынып жатқан үй жоқ, соған байланысты бізде өтетін манағы Отбасы банктың мақұлдайтын өзінің жылдары бар ғой, соны айтсаңыз. Құлсары қаласында қолдан алатын болғандықтан, алатын үйдің жылына мән беру керек. Өйткені бізде кредитке 50 жылдан асқан үйлерді кредитке алмайды. 50 жылдан асқан үйлер уже ескі үй болып есептелінеді, оларды кредит алуға өтпейді. Жылы, сол салынған жылы үйдің алайын деп отырған 50 жылдан төмен болу керек. Сосын саман үй, қамыс үй болмау керек. Үйдің документі дұрыс болу керек. Техпаспорт, қазақ үй болса госактов болады, корпус үй болса техпаспорт болады. Сол документтер дұрыс болу керек. Егер үйдің ішінде өзгерістер жасалған болса, есікті бітеп, басқа жерден ашқан болса есігін, балконды бітеп, балконды жаңағыдай, болмаса туалет, ваннасы соны біріктіріп жіберген или айырып жіберген болса, бөліп жіберген. Онда сол өзгерістің бәрі техпаспортта көрсетілу керек. Сондықтан үйдің документі соңғы адреспен тұру керек, өзгерістің бәрі техпаспортта өзгертіліп тұру керек. Түсінікті, бұл жері бізге түсінікті болды, және көрермендерге де түсінікті болады деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, төменге жазып кетсеңіздер болады. Енді тағы бір бағдарлама бар, отау деген. Сол туралы Фатима ханым түсіндіріп өтсе. Саламатсыздар ма, Отбасы банктың салымшылары.
Енді бізде жақын арада отау деген программа өтті. Бұның өзі результаты берілді, результаты шықты. Енді ары қарай бұл программа деген тек қана бір жылға деп тұрған жоқ, алдымызда 6-7 жыл болады. Сол себептен егер үй алғыларыңыз келетін болса, қазірден бастап счет ашып дайындалуларыңызға болады. Бұл да жаңа наурыз программасына ұқсас. Первоначально 20% салу керек болады. Суммасы 18 миллионның үйін алу керек болады, областной центрлерден. Сосын первичный үйді алу керек болады. Енді райондардан вторичіктен бола береді. Кредит 9%, сосын 8 жылдан кейін 3,5%-ке дейін түседі. Менде сұрақ туындап отыр. Мына отау мен наурыздың айырмашылығында біреуінде таза новый үй алу керек болып тұр да, наурызда. Бола бере ма наурыз? Жоқ, бұнда екеуінің айырмашылығы отау программасы бойынша 18 миллионға дейін үй алуға болады, сосын бұнда депозитінің ашылғанына 18 ай болу керек. Ал наурызда депозитті қазір ашып қазір салса да ала беруіне болады. Бұнда депозиттің мерзіміне қарамайды. Бұнда екеуінің айырмашылығы отауда 18 миллионға дейін алуға болады, 9% бенен, алғашқы жарнасы 20%, 19 жылға кредит, 18 жастан 63 жасқа дейін қатысуға болады. Бірақ бұнда депозиттің ашылған мерзімі 18 ай болу керек. Наурызда 30 миллионға дейін үй алуға болады, депозиттің ашылған мерзіміне қарамайды. Қарамайды. Сондықтан мүмкіндік бар счет ашып қазіргі бағдарламаға қатысуға. Біздер тем более қазіргі сәтте өзіміздің аумағымызда су тасқынына байланысты счет ашып, кімнің атында үй жоқ, сол адам қатыса алады. Ескеріңіздер соны. Сосын тағы айта кететін жайт осы бір созаемщик өзі төлей алмайтын, төлем қабілеті төмен болатын болса, сол туралы айтыңыздаршы. Егер кредит оформление жасап отырған адамның жалақысы төмен болып, мына төлейтін кредитіне жеткіліксіз болып жатса, қасына 2 адамға дейін гарант әкелуіне болады. 2 адамға дейін? 2 адамға дейін гарант әкелуіне болады, Сосын бұл отау программасы бізде 30 апрельде бітті, заявка қабылдау, уже результат шықты. Бірақ осы жылы қатыса алмай қалған адамдар келесі жылға счеттарын ашып қойып, ақшаларын салып, дайындап, келесі жылы қатысуына болады. Бұл 18 ай болады, 18 ай болады ол кезде, да? Сонда 1 жылдан астам уақыт болу керек болып тұр ғой, соның ашылғанына. Сосын ең соңғы 6 айдың соңғы кредит алатын кезде жалақы соңғы 6 айда обязательно болу керек. Жетсін, жетпесін болу керек. Егер жетпей жататын болса, онда 2 созаемщикті қосуына болады. Жетіп жатса, өзінің табысыменен ары қарай арастап ала беруіне болады. Енді қазір барлығы мемлекеттік қызметкер емес, көбісі жұмыс өздерінің жеке кәсіппен қамтамасыз еткен адамдар да бар. Олар да баспаналы болғысы келеді. Соларға қандай мүмкіндік бар, соны айтып өтсеңіздер. Яғни ИП-сы бар адамдар жеке өзінің қызметпен қамтамасыз етеді, олар да баспаналы болғылары келеді. Яғни қатысқысы келеді, 20% өте аз пайыз, яғни бұрын нұрлы жер деген болды, оның орнына, яғни олардың орнына басқа бағдарламаға шығып, өзіміз бастапқы кезінде яғни нұрлы жермен алдық 20%-бен. Ол кездегі қазіргі инфляциямен қарап отырсаң өте аз ақша болып тұр. Ал енді қазірде үйдің суммасы өзгергенмен 20% аз болып есептеледі. Мысалға 18 миллионның аз пайыз 20%. Енді 50% жинай алмайтын ара 20% жинау кішкене жеңілдеу ғой. Сондықтан олар жаңағы отау или наурызға қатысуына болады. Отау 27 жылға дейін жүреді. Ал ИП-сы бар адам болса, олар жаңағы бұрын 6 ай сайын декларацияларын көрсетіп, сол декларация бойынша, 1 жылдық декларациясы бойынша табыстарын растап жүрді. Енді қазір сол декларацияға олар жаңадан талап қойып жатыр, ай сайын өздерінің жалақысын көрсетіп отыру керек. ИП-ның есептеу тәртібі кішкене аздап өзгерді. Олар ИП-сын доходтарын көрсеткен уақытта каждый айға жалақы көрсету керек өздеріне. Сол бұрынғы 12 айларын көрсетіп банкіге, бірақ ай сайын табыс түсіп тұру керек. Бұрын минималкамен көрсетіп жүрді. Қазір кішкене соларын көбейту керек. Көбейтіп, және де өзінің
манағы пенсионный дейміз ғой, сол болса ала береді да. пенсионка официально алатын адамдарға, кәдімгі мемлекеттік жұмыста жұмыс жасайтын адамдарға пенсионка соңғы 6 айына қарайды. Кредит алатын уақытта міндетті түрде соңғы 6 айын табысы болу керек. Пенсионныйға 6 ай соңғы 6 айда пенсионный ақша алып тұру керек. Енді менде тағы сұрақ бар, мысалы кредиттері бар адамдар болады, соған күнкөріс деп айтамыз ғой, сол туралы айтыңыздаршы. Қазіргі манағы бір талап өзінің атында үй болмау керек дедік қой. Содан екіншісі, соны алып тастағанда жалақы шамамен қанша мың теңгесі бар адам алады, сонда сол туралы айтайықшы. Енді кредит алайын деп отырған уақытта жалақысынан, мана соңғы 6 айын жалақысын қарайды ғой, соны орташа бір айына шығарып алады банкі. Сол жалақысынан жаңа ішіп жеуге деп, жаңа на проживание деген сумманы алып тастайды, адам басына есептеп. Мысалы, осы жылға 47.996-ға үйінде 3 бала болса, 18-ге толмаған ерлі-зайыпты 2 болса, 5 адамға сол 47.996-ны көбейтеді де, жалақысынан соны алып тастайды. Сосын төлеп отырған кредит болса, соны да алып тастайды. Сонда ар жағында қалып тұрған табысы мына алайын деп тұрған кредитке жету керек. Сол кредитке ақшасы жетіп тұрса, онда өз атағымен кредитті оформление жасап ала береді. Егер сол қалған табысы азғантай болып жеткіліксіз болып жатса, онда мана жолдасын созаемщик қылуға болады. Либо же я болмаса басқа 2 адамға дейін гарант қасына қосуға болады. Оларға қойылатын талаптар бар ма? Олардың да жалақысын дәл сондай қылып есептейді. Сосын оларда несие алған сияқты болып тұрады да? Олардың мойнында, мына кісі кредитті төлеп бітіргенше, ол гарант болған адамның мойнында осы кредит болып көрініп тұрады. Барлығы түсінікті деп ойлаймын, көрермендер. Сондықтан түсініксіз жерлеріміз болатса, жеткізе алмаған сұрақтар қоя кетіңіздер, міндетті түрде комментарий оқимын, жауап қайтаруға тырысамын. Енді өздеріңіз туралы айтып өтсеңіздер. Номерлеріңізді. Біз Фатима екеумізде отбасы банкінде кеңесші болып жұмыс жасаймыз. Менің есімім Келебаева Қазира Николаевна, отбасы банкіде осы 2016-тан бері кеңесші болып жұмыс жасаймын. Хабарласамын десеңіз, телефон номерім 8701 913 95 64. Құлсары қаласында біз жұмыс жасайтын жеріміз, отыратын жеріміз мына орталықта Аманат партияның зданиясында. Менің телефон номерім 775 394 5014. Есімім Фатима Шаймерденова. Енді мен айтайын сіздерге құпия ретінде, кез келген онлайнда қызмет атқарады бұл кісілер. Өзіңіздің үй алам деген ниетіңіз болса, алынбайтын қамал жоқ. Ең бастысы ниетіңіз болып, алам деп оқталсаңыз, кез келген шешімді қолдана аласыз, яғни Қазақстанның барлық түкпірінен, яғни қызмет көрсете алады бұл кісілер онлайн. Сондықтан мүмкіндікті жібермеңіздер, өзіңіздің төлем қабілетіңізді де тексертуге болады. Яғни бұл кісілерді кеңесші қылсаңыздар, сіздер ұтасыздар, яғни сіздерге үй алам дегенше біз кеңес беріп отырамыз. Кез келген уақытта манағы төлем қабілетіңізді тексертіп, кез келген сұрақтарыңызды осы банктен үй алам деген сұрақтарыңызды шеше аласыздар, қоя аласыздар емін еркін. Яғни сұрақтарыңызға жауап береді. Енді біздер бұл бағдарламалар туралы айтып біттік. Тағы айтылмай қалған бағдарламаларымыз бар ма бізде? Бізде енді соңғы мезгілде нацфонд дейміз ғой. 2006 жылғы балдар болса, қазір осы жылы 18-ге толып жатырған. Сол нацфондта, пенсионный фондта үкіметтен ақша түсіп жатыр $100. Сол $100 оқуына төлеуге болады. Я болмаса баспана депозиті ашып қойып, соған салып жинақтап, алдағы уақытта үй алуына болады. 2 мақсатқа жұмсауға болады. Оқуға, я болмаса үй алуға. Сол нацфондта түсіп тұрған ақшаларын алу үшін бізден спецшот ашу керек. 18-ге толған болса, онлайнда ашуына болады шотты. Шот ашу бір құпия, тегін. Сондықтан шот аштырыңыздар, өзіңізге мемлекеттің берілген ақшасын қолданыңыздар.
яғни оны $100, яғни бізде қазіргі курспен 45 мың 47 мың теңгедей болады. Енді біреуге аз болар, біреуге көп болар, барынша енді осы ақшаны қолдануға тырысыңыздар. Хабарласыңыздар. Біздер сіздерді үнемі күтеміз. Әр қазақ баспаналы болсын. Сәттілік тілейміз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.